Енді осының бетінен пакетикті алып, жан-жағына барлығын алға көрмейтіндей етіп шоқшамыз. Сол кезде мантымыз сочный болып пісіп шығады, қамырды жұмсақ болып шығатын болады. Бетін ашпаймыз, дәл осылай 45 минут бойы орташа отта пісіреміз. Бастапқыда жақсылап қатты отта қайнатамыз, артынша жай шамалы ғана басамыз, қатты басып тастамаймыз. Ол көп болса қамырымыз жұмсақ болып шығады. Дәл осы жан-жағын барлығын жауып, мантының беті ашылмайтындай етіп жауып тастаймыз да, осылай бетін жауып отқа қоямыз.